Ұр немесе қаш механизмі. Организм өзіне қауіп төніп тұрғанын білсе, бірден бүйрек үсті безінен адреналин және кортизол бөлінеді. Мысалы, бұрынғы заман адамдары арыстан көрсе қашқан, немесе оған әлі жетсе, құралы болса ұра жөнелген. Және бұл процесті ойланып тұрмастан жедел жасаған. Неге? Себебі бүйрек үсті безінен қанға бірден бөлінетін адреналин әсерінен адамның жүрегі тез соғып, бұлшықеті қатайып, қарашығы тарылып, аяқтары өздігінен тез жүгіріп кетеді. Немесе оны ұрып бастайды. Бірақ қазір адамдарды күнде арыстан қуаламайды ғой. Сондықтан бұл гормондар қазіргі таңда бір нәрсені қатты ойындағанда, күнделікті жұмысы қажытқанда, біреумен ұрысқанда ғана бөлінеді. Солай адам стресстік жағдайға түседі. Себебі адреналин бөлініп жатыр, бірақ ол ешкімді ұрып жатқан жоқ, ешкімнен қашып жатқан жоқ, ол энергияны жалпы сыртқа шығарып тастап жатқан жоқ. Іште қап жатқаннан кейін адреналин тек артериялық қан қысымды арттыруға ғана әсер етеді екен. Ал кортизол қанға түссе, энергия көзі глюкозаны тіндерден шығармай қорға жинайды, оның соңы майлануға алып келеді. Энергия көзін жұмсай алмай отқан адам үнемі аштық сезімін сезінеді, солай тамақ жесе стресстік сезімі басылатын сияқты болады. Егер де сізді дәл осындай біртүрлі сезімдер болатын болса, бұл ұр немесе қаш механизмінің әсерінен болып жатыр деген сөз.